Бүгін біз бәліш істейміз. Бәліштің нанын жасаймыз. Бірінші жүлісті құямыз. Енді жүлісті құямыз. Дұрыс салдық. Енді майын қосамыз. Біз мінекей жас малдың етін алдық. Сол жас еттен енді тез пісуге тиісті. Енем керемет жасайтын. Пешке жасайды. Табаға салып, ол кезде қазды көп ұстаймыз. Сол қаз үйректің етінен осылай балаларға кілең мәліш деп беретіміз. Кей жерде мәліш деп айтады, кей жерде бәліш деп айтады. Міне нанымыз тұрды, иғанды. Енді мәліштің нанын ысамыз. Бұл мәліштің нанын дрожь салмайды. Бұған сүт құяды, кейбіреулер айран құяды. Етін салдық. Енді 1 сағатқа духовкаға пісіреміз. Мінекей өте жақсы болып пісті. Міне майына дейін күшті дәмді болып тамаша. Осылай істеңіздер. Қазір пеш емес, мінекей духовка бар. Сол духовкада істеуге болады. Пешке істесеңіздер тіпті әдемі болады.